Терморегулятор W3002 подключениесі, яғни қызыл қара провод бізде питание 220 вольтқа. Сары қара проводымыз, яғни біздің жағдайымызда нагрузка бұл лампочкаға барады. Қазір бізде настроен 28-де қосылады, 29-да өшеді. Текущий температура қарап отырсаңыз 27-де 9-да болды, қосылды. Датчикті қарасаңыз, не қазір жылуға апарамыз, датчигіміз өшті. Енді настройкаға келген жағдайда сет плюс минус, яғни сетті бірлес бассаңыз P0, яғни бізде жәнегі төменгі температурасы P0-іміз, P1-іміз жоғарғы температура, P2 калибровка датчика, датчикті откалибровать етсе болады. P3 режим ожидания включения, яғни қосардың алдындағы минутпен қойсаңыз болады. Ожидание тоқтап барып, қосаты 10 минутқа дейін. Астанан P0-ін қойсаған дұрыс. Қазір енді P0-іміз 28-де қосылады, P1-іміз 29-да өшеді. Қазір датчигіміз текущий температура бізде 28-де 7 қосылды. 29-да өшті. 28-де қосылады, 29-да өшу керек. Қазір қайтадан 29-да 6 температураны түсіреміз ақырындап. 28-ден төмен түскен жағдайда біздің лампочкамыз қайтадан қосылатын болады. 28-ден төмен түскен жағдайда 27-де 9 0-1-ге дейін қойсаңыз болады. 27-де 9, 28. 28-ге келгенде өшті, қосты. Кешіріңіздер. Қайтадан температураны көбейтеміз. 29-ға барғанда өшеді. Температураны 28-де 9 астыңғысын P0-ді, P1-ді 29-ға қойсаңыз болады. Арасы 0,1 градус сонда. Қойған температураны қалай білсе болады? Мынау астыңғы температура, мынау жоғарғы температура. Терморегулятор W3002 подключениесі, яғни қызыл қара провод бізде питание 220 вольтқа. Сары қара проводымыз, яғни біздің жағдайымызда нагрузка бұл лампочкаға барады. Қазір бізде настроен 28-де қосылады, 29-да өшеді. Текущий температура қарап отырсаңыз 27-де 9-да болды, қосылды. Датчикті қарасаңыз, не қазір жылуға апарамыз, датчигіміз өшті. Енді настройкаға келген жағдайда сет плюс минус, яғни сетті бірлес бассаңыз P0, яғни бізде жәнегі төменгі температурасы P0-іміз, P1-іміз жоғарғы температура, P2 калибровка датчика, датчикті откалибровать етсе болады. P3 режим ожидания включения, яғни қосардың алдындағы минутпен қойсаңыз болады. Ожидание тоқтап барып, қосаты 10 минутқа дейін. Астанан P0-ін қойсаған дұрыс. Қазір енді P0-іміз 28-де қосылады, P1-іміз 29-да өшеді. Қазір датчигіміз текущий температура бізде 28-де 7 қосылды. 29-да өшті. 28-де қосылады, 29-да өшу керек. Қазір қайтадан 29-да 6 температураны түсіреміз ақырындап. 28-ден төмен түскен жағдайда біздің лампочкамыз қайтадан қосылатын болады. 28-ден төмен түскен жағдайда 27-де 9 0-1-ге дейін қойсаңыз болады. 27-де 9, 28. 28-ге келгенде өшті, қосты. Кешіріңіздер. Қайтадан температураны көбейтеміз. 29-ға барғанда өшеді. Температураны 28-де 9 астыңғысын P0-ді, P1-ді 29-ға қойсаңыз болады. Арасы 0,1 градус сонда. Қойған температураны қалай білсе болады? Мынау астыңғы температура, мынау жоғарғы температура.